Hi friend, сіздермен мен Толғанай, және дәл қазір сіздерге ағылшын тіліндегі есімдіктердің бірі object pronoun туралы түсіндіретін боламын. Object pronoun кімге, неге, кімді, нені деген сұрақтарға жауап беріп, сөйлемде толықтауыш қызметін атқарады. Сонымен жаттап алайық. Me, маған, мені. You, саған, сені. Him, оған, оны деп ер адамға айтамыз. Her, оған, оны деп әйел адамдарға айтамыз. It, оған, оны деп заттарға және жануарларға айтамыз. You, сендерге, сендерді. Us, бізге, бізді. Them, оларға, оларды. Object pronoun әрқашан етістіктен кейін жүреді. Мысалы, ең қарапайым сөйлемді алайық. I love you. Мен жақсы көремін сені. Жақсы көремін деген етістік. Ал содан кейінгі тұрған сөз you деген сені деп аударылады және object pronoun болып табылады. Енді тағы бір мысал қарастырып көрейік. You know him. Сен танисың оны. Бұл жерде know танисың етістігі, ал содан кейінгі тұрған сөз him, оны деп аударылады және осы him деген сөз бізде object pronoun. Жақсы, егер сіздерге түсінікті болса, давайте практика жасап көрейік. Ол үшін бос орындарды object pronounмен толықтыруымыз керек. Сонымен бірінші мысал. Where is Tom? I can't see. Дұрыс жауап бізде him. Яғни where is Tom? Том қайда? I can't see him. Мен оны көрмей тұрмын. Оны деп біз ұл балаға him деп айтамыз. Келесі. Monkeys are funny. Look at. Дұрыс жауап бізде them. Келесі мысал. My teacher is Miss Mary. Listen to. Дұрыс жауап бізде her деген object pronoun болу керек. Келесі. I'm a teacher. Look at. Дұрыс жауап бұл жерде me. Келесі. An elephant is big. Can you see? Дұрыс жауап бізде it. Жақсы, соңғы сөйлемді тауып көріңіз. My sister and I are friends. Look at.